Қайырлы күн, әріптестер. Бізде қазір Саламатсыз ба? саламатсыздар ма? Бағана келіскендей, төртінші вебинарымыз кейс супервизия бойынша 3 күннен бері сіздермен бірге біз жиналып, тәжірибедегі әлеуметтік қызметкерлер, әріптестер ұсынған кейстерді ортаға салып, талдап, талқылап, және соған қатысты өз ойымызды, ұсынысымызды, пікірімізбен бөлісіп отырдық. Осы күнге дейін 3 кейс қаралған болатын. Тәуелділігі бар азаматы бар кейс, одан кейін жаңағы отбасында зорлық-зомбылыққа тап болған отбасымен қалай жұмыс істеу керек деген кейс, және бүгінгі қарастырылған бір кейсіміз мүгедектігі бар, сонымен қатар жаңағы отбасында кәмелетке толмаған, қамқорсыз қалған балалары бар кейсті де қарастырып, өз немізді, ойымызды, талқылауымызды осы вебинар аясында өткізген болатынбыз. Енді бүгінгі бізде соңғы талқылаудағы кейс, ол мигранттық, яғни біздің еліміздің азаматы емес болып табылатын отбасылар отбасын қолдау орталығына жүгінсе, егер де ол кісілердің жаңағы балалары бар болатын болса, және көп жағдайда ол кісілердің балалары Қазақстан Республикасының азаматы болып табылуы мүмкін, сондай кейстермен қалай жұмыс істеуге болады, жалпы ондай кейстер тәжірибеде бар ма деген сұраққа жауап алу үшін біз әріптесіміз Жанат ханымды осындай кейсті ол кісілер алдын ала бізге жіберген. Өткенде біз кейстерді сұрастырған кезде енді Жанат ханым бүгін алып шығу керек еді, бірақ бір жағдайларға байланысты, денсаулығының күтпеген жағдайларға байланысты ол кісінің орнына әріптесі Самал ханым аталған кейсті презентация жасайтын болады. Самал ханымның қазір қосылғанын күтіп отырмыз. Жалпы күрделі кейстің бірі. Бізде кейсті талқылау барысында жоспар бар, кейсті талқылағаннан кейін нақтылау сұрақтар қоюға болады. Содан кейін талдау сәтінде сыни пікір танытпай, жалпы осындай кейспен кездескен кезде не істеуге болады, не істеуге болмайды, одан кейін жалпы қандай ұсыныс ретінде өзіңізге алар едіңіз деген сияқты сәттерді ұстануды мен сіздерге еске саламын. Сонымен қатар біздің спикерлер жаңағы кейсті ортаға талқыға салатын әріптестер міндетті түрде сіздерден өтініп сұрайтынымыз конфиденциалдықты, яғни отбасының жеке басына қатысты ақпаратты құпия түрде ұстау, ол оның аты жөні, жаңағы тұрғылықты жері, балаларының аты жөні, толық аты жөні деген сияқты ақпарат, ол бәрімізге, баршамызға таныс, мәлім. Іле ауданы қосылып отыр. Самал ханым, сіз бізбен біргесіз бе? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Міне әріптестер, отбасын қолдау орталығы Алматы облысы Іле ауданы әлеуметтік қызмет бойынша маманымыз Байсугунова Самал ханым жаңағы кейсті бізге ұсынатын болады. Мұқият тыңдап, артынан сұрақтарыңыз бар болса қоюға болады. Самал ханым, сөз сізде. Қазір 1 минут.
Жана шет жағасын түсіндірген еді, мысалға пробация бөлімімен хат алмасу бізде, иә? Сол тақырып қой, иә? Иә, сіздерде біздің резидент емес, яғни біздің еліміздің азаматшасы емес, отбасымен жұмыс жүргізу тәжірибесі. Осындай кейспен қалай сіздер кездестіңіздер, қалай жүгінді, қанша баласы бар, жалпы балалары біздің еліміздің азаматы ма жоқ па, және қазір қандай деңгейде деген сияқты жалпы кейсті сипаттап берсеңіз. Мхм. Так, аты жөнін айтпаймын дедік, иә? Д есімді азаматша деп айтайын. Жақсы. Д есімді азаматшаның бізде қазіргі таңда жолдасы қайтыс болған. Сол жолдасы қайтыс болғаннан кейін екі ерекше баласы бар. Негізі 4 баласы бар, бірақ екі баласы ерекше бала болып саналады. Өзінде қазақстандық құжат жоқ мүлдем. Ол Өзбекстан азаматшасы. Ал жолдасы Қазақстан азаматы. Әріптестер, микрофоныңызды өшіріп қойсаңыздар, біздің әріптестерге кедергі келіп жатыр. Самал ханым, жалғастыра беріңіз. Мен өшіріп қойдым микрофонды. Кешірім. Иә, естіліп тұр, айта беріңіз. Самал ханым. Есімді азаматша, екі баласы ерекше бар. Кешіріңіздер, сет дұрыс болмай жатыр ма, или менде? Иә, сіздің даусыңыз үзіліп естіліп жатыр. Интернет. Қайтадан басына. Иә. Д есімді азаматша, жолдасы Қазақстан азаматы, барлық балаларында метіркесі бар, Қазақстанда туылды деген. Бар кәмелет жасында 14-ке әлі жетпеген жастары, 10 жастан төмен қарай. 4 баласы бар, 2 баласы ерекше бала. Патшаның енді құжатын қалай жасатсақ болады? Енді ол кісі уже Қазақстанға келгенде 15 жылдан асып кеткен. Метіркесі жоқ. Біз енді жаңағы өзіміздің мамандар арқылы жаңағы не деп айтады ғой, жаңағы көші-қон несіне, Миграционный, көші-қон полициясы, иә? ол жерден консультация алу арқылы ол кісілерді Алматы қаласы бойынша жаңағы консульствоға барып арыз жазу керектігі туралы айтылды. Өйткені ол кісі метіркесінің де қайда екенін білмейді. Мүлдем уже 10 жылдан асып кеткеннен кейін метіркесі де жоғалған ғой, былайша айтқанда. Метіркесін восстановить ету, енді одан ары қарай қалай жасалу керек, не істейміз сол жағы? Жағдай болды ма? Әріптестер, бізде Іле ауданындағы әріптестерімізде мынандай кейс болып тұр. Жаңа әріптесіміз де бөлісіп жатыр. Анасы отбасының, ол біздің азаматымыз емес, мигрант. Басқа елден, атап айтсақ, Өзбекстанның азаматшасы болып табылады. Біздің елімізде ол кісіге тұруға деген рұқсаты болды ма осы уақытқа дейін? Бағалау барысында осы ақпаратты сіздер біле алдыңыздар ма? Ол кісі келген кезде жаңағы 3 айлық деп мерзіммен келген ғой. Уақытша. Сол кезден бастап уақытша тұру, вид на жительство, онда ештеңе алмаған. Просто уақытша тұруға. Жаңағы 90 күндік визасыз жаңағы басқа елдің несінде тұруға деген құқығын пайдаланып келген ғой бұл. Жақсы. Демек, ол кісіде ешқашан біздің елімізде тұруға деген рұқсатнамасы, яғни вид на жительство болмаған. Дегенмен балалары Қазақстан Республикасының азаматтары, бәрі.
Жолдасы қайтыс болып кеткен. Иә, жолдасы қайтыс болып кеткен, бірақ мына жерде бір мәселе. Біз мысалға миграция мен аманатпен жиналыс өткізген кезде миграцияның қызметкері айтады да бізге, егер олар Қазақстанда туылса, ол тек қана туу туралы куәлігі беріледі, что они родились в Казахстане дейді да. Бірақ олар анасы қай жақтың азаматшасы, сол жақтың азаматы болып саналады дейді. Мысалға анасы егер Өзбекстан азаматшасы, Өзбекстанға кету керек болса, ол балалар Бірге тоже Өзбекстан азаматы саналады дейді. Сол жағын енді кішкене разногласие көп жерде болады, түсініспеушіліктер. сонда ол кісілер балаларында туу туралы куәлік бар болғанымен, бірақ біздің еліміздің азаматтары болып саналмайды. Дәл солай. Әкесі жаңағы балалардың туу туралы куәлігінде әкесі деген графада әкесінің аты жөні жазылып тұра ма? Иә, Демек, жазылған. демек форма 4 емес, әкесі бар дегенді білдіреді. Бірақ әкесі физикалық тұрғыда жоқ. Қайтыс болған, иә. Өте қиын кейс. Енді ол кісі неше уақыттан бері ешқандай несіз, құжатсыз жүрген үшін қандай да бір жаңағы нелерге түсуі мүмкін, иә, штраф нетеді ғой оған. Өтеу керек, иә. Балалар медициналық қызмет алу үшін ешқандай мекемеге тіркелмеген. Тіркелмеген, ерекше бала, екеуіне де мысалға пособие алу керек, ем шаралар қолдану керек. Сол жағынан да ол кісі бізге ең басына жүгінген мәселесі сол болды. Одан кейін қазбалап не себепті қарата алмайсыз, неге олай деген кезде өзінің жаңағы құжаттары жоқ болып шықты. Мектеп жасындағы балалар бар ғой, иә, бұл кісіде? Барады, иә. Балалар мектепке барады. Мектепке барады. Сол Іле ауданында, иә? Иә, Іле ауданында. Әріптестер, кімде тағы қандай сұрақ бар? Осы мәселені қалай шешсе болады? Негізі басқа аудандарда миграция бөлімімен байланыс қалай? Құжат мәселесі, қалыпқа келтіру деген сондай кездесті ме сізде? Мына жерде отбасының басты қажеттілігі анасына жаңағы заңгерлік көмек көрсетіп, жаңағы ең құрмағанда тұруға деген рұқсатнама, иә, вид на жительство алуға көмектесу болып тұр ғой. Сол кезде бұл кісінің жаңағы Қазақстан Республикасында тұруға деген құқығы бар ретінде бірнеше құқықтары болады, және анасына да, балаларына да соның артынша жаңағы нетуге мүмкіндік болады. Тіптен медициналық ұйымдарда да бірінші анасы тіркеледі, одан кейін барып балалары тіркеледі ғой соның артында. Мына жерде, иә, балалардың шынымен де құқықтары нетіп жатыр. Жүзеге асып жатқан. Көмек алып отырмыз. Иә, тұратын жері ше пәтерде тұра ма? Ауылдың. Иә. Енді өз атына бұл үй сол туыстарының атында ма сондай, бірақ әйтеуір тұрып жатыр. Пәтер емес. Пәтер емес, жер үй ғой. Времянка дейміз ба, қалай дейміз сондай. Иә, жер үй, бірақ кімдікі екенінде жаңағы өзіне тиесілі емес қой. Нақты құжаттары жоқ. Иә, жолдасының атында азаматтық неке болып тұр ма, түсініксіз болып тұр ғой бұл жерде. Неке куәлігі жоқ та қолында, нақты. Екеуі некеге тұрмаған ғой. Бірақ балаларына жаңағы әкесінің, иә, бірақ жаңағы бүкіл метіркелерде балалардың әкесінің аты жазылып тұр. Әріптестер, кімде тәжірибеде бұндай кейстер кездесті? Мигранттық көші-қон полициямен, мигранттық отбасымен жұмыс істеген тәжірибелеріңіз бар ма? Мүмкін қазір кездесіп жатқан шығар.
Мхм. Тараз қаласы қосылдыңыздар. Сіздерде сұрақ әлде байқамай қосылып кетті ғой деймін. Мхм. Самал ханым, айтыңызшы, енді мына кісі енді менің болжауым бойынша жас шамасы 40-қа келіп қалды, иә? Иә. 40-тың ар жақ бер жағында. Демек, жұмысқа қабілеті бар. Жұмыс Қабілеті бар. жасауға Жаңағы тұрақты жұмыс жасай алмайды, бірақ жаңағы посуда жууга, еден жууга, қалаға, ресторандарда таныстар арқылы барып жұмыс жасайды екен. жаңағы бір ретсіз, несіз шыққан жұмысты барып жасай береді. Иә, тұрақты жұмыс емес. Иә. Көбінесе Жалдамалы жұмысшы ғой, иә, жалдамалы, келісімді, иә. Жақсы, енді мына жерде отбасын қолдау орталығының басты несі құжатнама жағынан көмек көрсету. Заңгерлеріңіз осы мәселе бойынша Иә. консультация берді ма бұл кісіге? Иә, жаңағындай Өзбекстан елшілігі деп тұрмыз ғой, сол жақтағы құжаттарын реттеуге көмек көрсетті. Қандай құжат қалдыру керек, жаңағы қаншалықты штрафы бар екендігін барлығын анықтап, соны шығарып берді енді. Жасау жолын барлығын түсіндірдік. Енді тек қана күту тұр ғой бізде қазір. Құжаттың қалпына келуін күту керек болып тұрмыз. Онымен қатар ол штраф төлеу керек. Штрафтары да біраз қомақты қаржы шығатын шығар. Кем дегенде 100-200 мыңдай. Иә, ол жағында біз есептемейді екенбіз, оны Өзбекстан елшілігі сол жақтың соммен ба, доллармен есептей ма, солай есептеп береді екен. Енді ол штраф шыққанмен де бұл кісі оны төлей алатын мүмкіндігі жоқ шығар. Енді оған спонсор қарастырамыз. Біз о жағын айтқанбыз, егер көмек қажет болып жатқан жағдайда айтасыз, қаржылай деп. Бірақ енді қаржылай емес, ең маңыздысы сол бұл кісіге құжаты жасалса, ары қарай барлық шараны жасауға өзім атсалсам дегендей болып тұр да. Өзім балаларым үшін деп тұрдым. Бұл кісінің несінде жаңағы ешқандай тәуелділік, андай ішімдікке салыну, анау мынау деген сияқты ондай ештеңе жоқ. Енді әріптесіміздің баяндауы бойынша балаларына жаңағы қамқорлықпен, мейіріммен, жақсы қарайтын, тек қана мәселесі осы құжатнамамен жаңағы құқықтық негіздемесі қиындығы бар отбасы десек те болады, иә. Жалпы негізінде балаларын тастайтын ойы жоқ, ешқандай тәуелділіктері, не болмаса қандай да бір ауытқулары жоқ. Тек қана жаңағы құжатнама мәселесін шешіп берсек, ары қарай өзімен өзі өмір сүре алатын отбасы. Қабілетті, иә. Иә, қабілетті, ешқандай жаңағы қиындықтары жоқ. Бірақ енді осы құжатнамасын өз күшімен реттей алмайтын болғаннан кейін отбасын қолдау орталығына жүгініп отырған отбасы десек те болады. Енді бұл жерде балалар мектепке барады, бұл тұсынан бәрі қамтылған. Анасы жаңағы балалардың білім алуға деген құқығын жүзеге асырып отыр. Демек, Іле ауданында, Алматы облысында осындай заңды тұрғыда көмек көрсететін бір қоғамдық ұйымдармен қарым-қатынасқа шығып көрдіңіздер ма? Жоқ, онда ешқандай қоғамдық ұйымдарға шықпадық. Сол жаңағы миграция арқылы заңды түрде шешуге тырысып жатырмыз негізінде. Жалпы ұсыныс ретінде Алматы қаласына Іле ауданы өте жақын ғой. Алматы қаласында да жаңағы сондай заңгерлік көмек көрсететін, одан кейін жаңағы балалардың тағдырына немқұрайлы қарамайтын ұйымдар бар. Осындай мигранттық отбасымен, не болмаса құжатнамамен көмектесетін. Сондай ұйымдармен жаңағы серіктестік құрап, мүмкін жаңағы олардың да жаңағы штрафты төлеу деген сияқты, не болмаса қандай да бір тараптан көмек көрсету деген сияқты сәттер болуы мүмкін. Сол кісілермен байланысқа шығып көрсеңіздер.
ұйымдардың несі тізімі Open Алматы сайтында болады негізінде. Самал ханым. Даусым естіліп тұр ма, Самал ханым? Одан кейін Алматы қаласында азаматтық бастамаларды қолдау көрсететін азаматтық қоғам деген ұйым бар. Ол жерде бүкіл Алматы қаласындағы, Алматы облысындағы осындай әлеуметтік салада көмек көрсететін, жұмыс жасайтын ұйымдардың тізімі, одан кейін жаңағы жұмыс атқаратын функционалды нелері бәрі жаңағы тіркеліп тұрады. Сол кісілерден ақпарат алып, сондай кісілерге жаңа байланысқа шықсаңыздар болады. Цивил деп тұрады, гражданское общество или гражданский центр Цивил деп тұрады. Нақты мекен-жайын қазір есімде жоқ, бірақ сол кісілер үнемі осындай қоғамдық ұйымдармен байланыста болады. Қоғамдық ұйымдарды үнемі жаңағы оқытудан, не болмаса олар туралы ақпаратты жинап отырады. Самал ханым, сіз үшін тағы жаңағы гражданский центр, не болмаса Цивил деп жазылады. Жаңағы Алматы қаласында неше түрлі жаңағы әлеуметтік салада жұмыс жасайтын қоғамдық қорлар, коммерциялық емес ұйымдар туралы ақпаратты нетіп отырады. Реестр базасы жинап отырады. Сол жерде де жаңағы көмек көзін сұрап көруге, не болмаса жаңағы бірлесіп жұмыс жасауға, байланысқа шығуға болады. Мысалы, әр отбасына спонсор табу деген оңай емес. Мүмкін сол жерде жаңағы қандай да бір волонтерлық ұйымдар болуы мүмкін, қаржылай көмек көрсететін, не болмаса жаңағы құжат жағынан көмек көрсететін ұйымдар әбден жаңағы табылып қалуы әбден мүмкін. Себебі менің тәжірибемде де ондай болған. Жаңағы мигранттық отбасымен жұмыс істеген кезде біз кәдімгідей сбор ашып, отбасына жаңағы штрафты өтеу үшін жаңағыдай бүкіл Алматыдан, таныс, тамыр деген сияқтылардан жаңағы қаражат жинап, осылай көмек бергенбіз. Жанат ханым, денсаулығыңыз қалай болды? Жақсы, рахмет. Бәрі дұрыс па? Дұрыс. Даусыңызды естігенімізге қуаныштымыз. Жаңа мына жерде Самал ханым бізге кейстің бастамасы туралы жаңағы айтып берді. Күрделі кейстің бірі екен. Расымен егер анасын қайтадан басқа елге көшіретін болса, онда балалар да бірге кетеді, және ол жерде олардың мәселесі одан да қиындауы мүмкін. Себебі олардың туған жері басқа, анасының ана жерде де құжаты жоқ. Сол бойынша менің жаңағы сіздерге айтып жатқан нем, Алматы қаласында, енді Іле ауданы Алматы қаласына жақын ғой, мына жерде жалғыз отбасын қолдау орталығының күші жетпеуі мүмкін мына кейспен жұмыс істеу үшін. Сол себептен қоғамдық қорлар, не болмаса коммерциялық емес ұйымдар бар, арнайы сондай специализированный жаңағы сондай кейстермен жұмыс істейтін, не болмаса жаңағы еріктілік көмек көрсететін волонтерлық, жаңағы өтемақысын төлейтін, ақша жинауға көмектесетін. Себебі спонсор табу да қиын емес қой, қиын ғой бұндай отбасыға. Тем более жаңағы қазіргі таңда отбасына спонсор іздеу деген өте қиын жұмыстың бірі. Ол фандрайзингке жатады, ол әлеуметтік қызметке тіпті жатпайды да. Себебі жаңағы кім болса да ақшасын берген кезде не үшін беріп жатқанын кері байланыс есеп алғысы келеді. Сол себептен мүмкін жаңағы сондай ұйымдардан көмек тиіп қала ма деген ұсынысымызды айтып жатырмыз. Енді жалпы мына отбасының басты қажеттілігі ретінде дұрыс түсінсек, Самал ханымның айтуы бойынша жаңағы құқықтық негіздемесін реттеп берсек, енді бәріміз отбасы қолдау орталығының атынан сөйлеп жатырмыз ғой, және жаңағы Қазақстанда тұруға деген вид на жительство ма, сондай рұқсатнамасын алып берсек, бұл
жалпы өзімен өзі өз жағдайын жасай алатын, балаларын өзі баға алатын, балаларынан бас тартып жатқан емес. Ана ең. Иә, жаңағы балаларын өзі бағып жүре беретін, жаңағы өз күнін өздері көретін самодостаточный деп болады, иә, сондай отбасы болып табылады. Енді бұл жерде тек қана сол құжаттық көмек қой, дұрыс па, Жанат ханым? Иә, менде еще тағы да бұндай енді инвалидствосы жоқ, бірақ Өзбекстан азаматтары құжаттарын жоғалтқан 9 отбасы бар әлі бізде. Біз оларды жасату үшін мына қаладағы орбитадағы неге апардық, посольствоға да бір-екі отбасын сүйемелдегенбіз. Именно қаражат жағына төлеуге келгенде оларда ақшамыз жоқ деп тұрады. Біздің мына миграция жағынан хат жазуға мүмкіндік сондай бар дейді. Біздің именно осы Іле ауданының миграциясы айтқанда жауап жоқ қой. Қанша біз сіздерге хат жазып берейік, өтініш жазайық, не істейік, көмек көрсетейік. Мына кісілердің мүмкін сол Өзбекстан азамат екенін дәлелдейтін бір нелерін сіздер де көмектесіп алып бересіздер ме десек, біздің енді жамандағандай болатын шығармыз. Құқық органдарымыздан вообще ответ жоқ. Біздің ең қиналатын осы бір ғана миграция құжат мәселесі. Назира ханым, Бейнеу ауданы дәл осындай мәселе. Осындай мәселе бойынша бізде де 2 отбасы бар. Бірақ соңында барлығы ақшаға тіреліп келеді да. Құжат жүрген. Көбінесе миграцияға келген кезде, біздің еліміздің азаматтарына келген кезде, жалпы құжаты жоқ отбасымен жұмысқа келген кезде барлық мәселе барып қаражатқа тіреледі. Сол себептен жаңағы Бейнеу ауданындағы әріптесіміз, сіздерде де жаңағы біздің еліміз емес, еліміздің азаматтары емес, иә? Иә, дәл сондай біздікінде. Түркменстан азаматы мен өзбек азаматтары. Балалары да мына біздің әріптестер сұнған кейс сияқты болып тұр ғой, иә? Дәл сондай жағдайда болып тұр ғой, ата-анасына қарап. Бізде тағы бір айтып кетейінші, бізде бір отбасы бар, Тәжікстаннан келген әйел мен күйеуі. Сол әйелі босанып қалады аяқ астынан. Бірақ олардың мақсаты Москваға кету керек болады да. И оны прокуратура айтады. Прокуратурамен тоже мобильный топпен бардық, и прокуратурада прокурор айтады. Ол біздің Қазақстанда туылғандықтан, ол Қазақстанның азаматы болады. Бұл бала шыға алмайды дейді. Біз ол кісіге түсіндіре алмаймыз. Бұл кісілердің құжаттары жоқ. Ол қалай азаматтығы болады? Сол қай заңға ол бағыны не қылып тұр? Кім біледі екен? Сілтеме жасап тұр ма? Иә, бұл Қазақстан азаматына уже жатады ол бала, өйткені Қазақстанда туылғандықтан деп. Бірақ ол кісілердің құжаты жоқ. Бірақ біздің ЦРБ-да босанған. Біздің бір минусымыз, мысалы, айтады ғой, Қытайларда ақшам болмаса босандырмайды, қабылдамайды да деп, бізде қабылдай береді ғой, первый помощь деп. Бізде тағысында қиындық бар. Сонымен қатар туу туралы куәлігін береді бұл балаларға. Иә, сол минусы. Бірақ Қазақстан азаматтығы не алмайды, не тәжік азамат емес, не қазақ азамат емес. Бізде енді Өзбекстан азаматын дәлелдейік десе, ол кісілердің құжаты жоқ. Бірақ өздерінің айтуынша Өзбекстаннан келген, посольствоға тапсырайын десе ақшасы жоқ. Миграция жағынан бір мен айтамын да, енді хат тастап Өзбекстанға сондай болатын шығар десек, енді олардың енді былай айтқанда издевательство ма, сізде Дубайға барғанда жүре аласыз ғой, сол сияқты біз бұларға ештеңе істемейміз дейді. Ондай бұл мүмкін емес қой дейміз, қаншама адам сонда құжатсыз жүрген қаншама адам бар. Олар қалай жүреді деймін да Қазақстанда? Құжатсыз қалай жүреді? Жаңағы 90 күнге дейін кез келген елде бар уәдесі бар ғой, сонымен пайдаланып. Ол 2018-де келген азаматтар, 12-де келгендер бар даже. Ең бастысы жаңағы құқық қорғау органдарына ұсталып қалмаса, одан кейін жаңағы нетпесе, көп адамдар жүре береді негізінде. Себебі бізде әр жаңағы мысалы ұйымға кірген сайын, не болмаса кез келген жерде тексеріс болмайды құжаттың. Мысалы біз басқа елде жүрсек, үнемі құжатымызды қасымызда ұстап жүреміз, аяқ асты тексеріп қалса деген жаңағы оймен сен қайда жүрсің деген. Ал бізде ондай жаңағы қатаң заң жоқ қой. Үнемі құжатыңды қасыңда ұстап жүр, біз тексеріп қалуымыз мүмкін деген. Содан кейін жаңағы осындай әрекеттерге баратын шығар. Енді жаңағы бізде мына жерде әріптестер, заңгерлер бар ма екен қосылып отырған мамандардың арасында?
егер балаға туу туралы куәлігі берілсе, ол құжат негізі Қазақстан Республикасының азаматына тиесілі құжат қой. Бірақ бізде болған жағдай, миграциямен тоже осында үлкен не өткіздік, жиын. Қазақстанда бала туылғанмен, бірақ анасы Өзбекстан азаматтығы болғаннан кейін ол Қазақстан азаматтығын ала алмайды дейді. Прокуратура айтады, ол Қазақстанда туылғандықтан ол Қазақстан азаматы дейді. Осы екі ортада жүрміз біз. Кімнен қандай дұрыс жауап ала алады екенбіз деп. Негізінде енді шынымен анасы ол құжатын жасап Қазақстан азаматы болмаса, ол бала қалай Қазақстан азаматы болады дейміз да. Бізде осындай сұрақтар бар. Бірақ қараңыз, мына жерде бізде мынандай зацепка деймін ба, қалай айтсам болады. Әкесі Қазақстан Республикасының азаматы болып тұр ғой. Иә. Әкесі балалардың құжатында жазылып тұр, жаңа Самал ханым айтты. Әкесі кісі деген. Демек, жаңағы балалардың әке-шешесінің біреусі біздің еліміздің азаматы болып тұр. Демек, балалардың теориялық тұрғыдан Қазақстан Республикасының азаматтығын алуға мүмкіндігі бар. Әкесінің азаматтығына. Иә, бұл кейсімізде жарас жеңіл ғой. Жаңағы Тәжікстаннан келген азаматтарды айтамын да, например. Ол кісілер әйелі де өзі де Тәжікстан азаматы, даже қазақшаны да орысшаны да дұрыс түсінбейді. Бірақ жолдасы жұмыс жасап жүр, бала туылғандықтан ол Қазақстан азаматы қалай болады деймін да. Вид на жительство ештеңесі жоқ. Енді ол жаңағы Тәжікстандағы кейс ол кішкене басқаша болып тұр. Екеуі де енді оны заңгерлер қарау керек. Жанат ханым, мына жерде заңгерлер болса, әріптестер қосылыңыздаршы. Бізге сіздердің білімдеріңіз, жаңағы нелеріңіз жетпей жатыр. Бірақ менің білуімше, егер ата-анасының біреусінде хотя бы енді алдыңғы кейс бойынша, онда балалардың азаматтықты алуға мүмкіндігі бар. Әкесі қайтыс болып кетсе де, Қазақстан Республикасының азаматы болған дегенді дәлелдей отырып, демек, оның қайтыс болу туралы қағазы болу керек, свидетельство о смерти. Соған жүгіне отырып, балаларға азаматтықты алып беруге болады. Жаңағы әкесі осы жердің азаматы болған, демек, балалардың жаңағы поликлиникаға тұруға, білім алуға деген сияқты құқығын сол арқылы отбасын қолдау орталығы сақтай аламыз. Енді анасына келетін болсақ, Жанат ханым бұл жерде тек қана қаражатқа тіреледі. Өздеріңіз айтып отырсыздар, консульство неден жауап келетін болса, ол міндетті түрде ол бірнеше 2018 жылдан бері, 7-8 жылдан бері ол жаңағы құжатын жоғалтқан үшін, сонша уақыт құжатсыз жүрген үшін, соның бәріне жаңағы кәдімгідей айыппұл жазылады. Содан кейін ғана жаңағы айыппұлды төлеу мәселесі туындайды. Енді отбасын қолдау орталығы атынан біздің функционалдық міндетімізге оларға, отбасыларға, клиенттерімізге қаржылай көмек көрсету деген біздің жаңағы жерде жазылмаған. Сол себептен ондай жауапкершілікті мойнымызға алмаймыз, қарастырып көреміз, мүмкіндігінше жаңағы спонсорлар, көмектесем дейтін жанашыр жандар табылса, әрине әрекет жасап көреміз. Бірақ жаңағы жоспарға міндетті түрде ақша тауып беру, көмектесу деген сияқты нені өзіміз мәселені шешуге алмаймыз. Себебі ол біздің компетенциямызға жатпайды. Бұл жерде анасы аяқ қолы сау болса, жаңағы жұмыс жасап, туыстары бар шығар, мүмкін жаңағы қандай да бір табыс көзінің басқа түр табылатын шығар, жаңағы мүмкін жинағаны бар шығар, кім білсін, енді біз айта алмаймыз ғой, ешкімнің жаңағы қанша ақшасы, қанша несі бар екен білмейді ғой. Сол сияқты бұл тұсты көбінесе анасының жауапкершілігіне қалдырамыз. Қолдан келгенше көмектесеміз, қарастырамыз, іздестіреміз, орысша айтқан кезде окажем содействие. Көмек көрсетуге әрекет етеміз. Бірақ бұл біз сізге ақша тауып береміз дегенге тең емес. Ондай жауапкершілікті мойнымызға алмаймыз. Біздегі жаңағы сөзіңізді бөлдім бе? Айта беріңіз.
Біздегі мәселе миграция мен осындай құжаттар жоқ азаматтардың мәселесін қалай шешуге болады? Через миграция, мысалы, Өзбекстанға шыға алмайды ма? Сіздердің азаматтарыңыз дәлелдеуге нелер бар ма деп, сол кезде тегін болмай ма дегенім ғой. Құжаттарын бастан Миграциямен әріптестер қараңыздар, енді әр өңір отбасын қолдау орталықтары әр өңірде жаңадан пайда болған ұйым болғаннан кейін бізде әлі жаңағы өз-өзімізді дәлелдеу, оларға біздің жаңағы жасап жатқан қызметіміздің пайдалы екені, тиімді екені, біз олардың нанын тартып алып емес, керісінше отбасыларға олардың жұмысын жеңілдетуге деген сияқты әрекетімізді біз әлі дәлелдеп көрсетіп шығу керекпіз. Сол себептен енді бірден бәрі жақсы болып кетеді деп айтпаймыз. Миграцияны үнемі Жанат ханым, Самал ханым да айтып жатты. Біз кездесуге шақырғанбыз, кездесуге барғанбыз деп жаңағы контактты, қарым-қатынасты реттей отырып, тек қана осылай шешеміз. Жаңағы жалпы адаммен қарым-қатынасқа түсіп, ортақ мәселелерді шешіп, ортақ кейде ол кісілер бір кейстерді жіберуі мүмкін, жаңағы бірлесе отырып осылай шешілетін мәселе болады. Енді жаңағы үлкен семинарларыңыз болады, оқытулар, сол кезде міндетті түрде миграциядан 1-2 адам шақырып, дөңгелек үстелдеріңіз бар болса, осылай біртіндеп жаңағы серіктестік нығая түсетін болады. Бірден қазір миграция біздің кейстерді аласап жұмыс істейді деп айтпаймын, ол ешқашан ондай болмаған. Көп жерде отбасын қолдау орталығынан осындай хат кетті, анау десе, көбісі жаңағы оны как дополнительный нагрузка сияқты санайды. Миграция онсыз да біздің жұмысымыз толып жатыр, енді осыны істейміз ба деген сияқты сәттері болуы мүмкін. Енді отбасын қолдау орталығы атынан консульствоға хат жазып көрмедіңіздер ма? Напрямую. Жаздық. Сол миграцияның айтуы бойынша жазып та бердік. 2 отбасыға көмек көрсетулеріңізді сұраймыз деп, кәдімгідей ақысыз деп. Хабар жоқ қой, енді миграциядан бізден хабар жоқ шыны керек. Миграция уже бізге хабарға шықпайды, былай айтқанда шаршап кеткен сияқты ғой. Просто мен түсінбейтінім, неге Қазақстанда енді Өзбекстан азаматы құжатын жоғалтып алды, құжаты жоқ. Неге ол Қазақстанда жүру керек? Жарайды, ол Өзбекстанның азаматы екенді дәлелдей алмаса да, оны миграция қалай, мысалы, тексермейді ма деймін да? 2018-ден бастап. Әлі ешқандай бір қылмыстық, не болмаса қандай да бір құқық бұзушылық жасап, неге көші-қон полициясының қолына түспеген болып тұр ғой. Сол кезде біз список беріп тұрмыз. Біз сол азаматтарды анықтап, үй-жайды аралау барысында енді біз мобильный топ құрылып прокуратурамен шыққан кезде құжаттары жоқ азаматшалар бар. Уже мектеп бітірейін деп жатқан қыздары мектеп бітірейін деп жатыр, иінмен ғана жүр. Даже туу туралы куәліктері жоқ. Ана бар, өзінің құжатының срогі өтіп кеткен баяғыда 10 жыл бұрын. Сондай да аналардың бәрін спискісін беріп отырмыз. 10 кәдімгі отбасы бар бізде. Осы отбасыларды үй-жайын аралап көрейік. 2018-ден бастап жоқ, 2010-нан бастап жоқ деп. Бірақ ешқандай реакция жоқ. Бізде қазір уақыт бітеді, қайттан қосыламыз, өте маңызды нені нетіп отырсыз, потому что менің түсінгенім бойынша бізде құқық қорғау органдары әрекетінің бәріне негіздеме керек. Яғни жаңағы біздің хатымыз заңды тұрғыдан негіздеме болып есептелінбейді. Ол тек қана андай ақпараттық хат сияқты, жаңағы біле жүріңіздер, құлақ-қағыс болсын деген сияқты. Егер де жаңағы нақты заң аясында қарастырылған, олардың жаңағы закон о миграции деген бар ғой бізде елімізде. Сол жерде көрсетілген нәрселерді жаңағы басқа елдің азаматы бұзатын болса, не болмаса жаңағы нақты негіздеме болған кезде ғана бұл кісілер барып қандай да бір әрекет жасай алады. Сондай бір жаңағы не болып тұрған шығар бұл кісілердеші. Мүмкін кейде мынандай жағдай болады, миграцияның өзі үйіне барып әріптестер, біздің елімізде тұратын балалары бар, кәмелетке толмаған, және балаларында туу туралы куәліктері бар. Бірақ сонымен қатар еліміздің не азаматтығы жоқ, не тұруға деген рұқсатнамасы жоқ кейстермен не істеуге болады деген үндеумен әріптестеріміз Іле ауданынан жаңағы кейсті ортаға талқыға салған болатын.
жаңа бір-екі мәселені талқылап не істеуге болады деген бір-екі ұсыныс айтылған болатын, иә. Басқа қоғамдық қорлармен бірге заңнамалық, құқықтық қызмет көрсететін, арнаулы қызметтер көрсететін ұйымдармен бірлесіп, серіктесіп жұмыс жасап көру, одан кейін жаңағы отбасын қолдау орталығының осы кейске қатысты жаңағы балаларына азаматтықты алып беру әрекеті ретінде әкесінің Қазақстан Республикасының азаматы екенін дәлелдеу арқылы балаларына осы жаңағы азаматтықты алып беру мүмкіндігін қарастыру болған екінші ұсынысымыз. Және үшінші ұсынысымыз ретінде анасына қандай да бір құжатты рәсімдеу үшін көптеген мәселе қаражатқа келіп тіреледі деп жаңа әріптестерімізбен талқылап жаттық. Сол қаражатқа келіп тірелген кезде жаңағы отбасын қолдау орталығының міндеті ретінде қаражаттық көмек көрсету міндетіне кірмейді. Тек қана біз жаңағы қандай да бір қолдау, көмек көрсету, іздесу деген сияқты әрекеттерді мойнымызға алатынымызды айтқан болатынбыз. Мына жаңағы Жанат ханым, Самал ханым ұсынып отырған кейс бойынша бір мәселенің жаңағы шешу мүмкіндігі балалардың құқығын сақтау үшін жаңағы әкесі Қазақстан Республикасының азаматы болып табылғаннан кейін әкесіне негізделе отырып жаңағы азаматтықты алып беруге тырысу. Заңгерлеріңіз осы тұстан тағы бір жаңағы кейсті қарастырып, консультация беріп, не істеуге болады деген сияқты әлеуметтік қызметкермен жұмыс істеп көрсе, мүмкін бір пайдасы тиіп қалар. Және жаңа Жанат ханым өте маңызды бір үндеу, ақпаратты айтып жатты, иә. Біз көші-қон полициясына ақпаратты беріп отырмыз. Мына отбасылар туралы, оның құжаты жоқ, жаңағы азаматтығы жоқ, балалары бар деген сияқты. Ол жерде олар ештеңе істемей отыр, ешқандай әрекет, кері байланыс жоқ деген ақпаратты жан айқайды десек те болады, иә, жеткізіп отыр. Иә, расымен де бізде елімізде кейде көп жағдайда осындай сәттер болады. Отбасын қолдау орталығынан көптеген ақпараттар, көмек көзін жаңағы бірлесіп жұмыс істеу туралы іс-шаралар жіберіліп, ақпарат беріліп отырған кезде көп ұйымдарда жаңағы салқынқандылық, немқұрайлық кездесуіміз әбден мүмкін. Иә, мынандай хат келіпті, осындай отбасылар туралы, енді біз олардың құжаты жоқ болса не істейміз, өздері келу керек деген сияқты кері байланыс алуымыз мүмкін. Әріптестер, енді расымен де қарайтын болсақ, заң тарапынан, иә, бізде құқық қорғау органдары, ол жерде жұмыс істейтін адамдар, әріптестер десек те болады, иә, олар да енді адамдармен жұмыс істейтін болғаннан кейін әлеуметтік саланың бір бөлігінде жұмыс жасайды ғой. Ол кісілер тікелей заңға ғана сүйенеді, заңға ғана негізделеді, және олардың көзқарасы бойынша енді біз жаңағы эмпатия білдіріп, көмек көрсету керек, біз не істеуге болады деген сияқты оймен жаңағы жұмыс жасаймыз ғой семьямен. Ал ол кісілерде керісінше құжаты жоқ болса, құжаттандыру ұйымдарына, не болмаса құжаттандыру мекемесіне барсын деген оймен біздің хатты жаңағы шетке сырып қою мүмкін. Сол себептен құжаттандыруға келген кезде, әсіресе бұндай отбасылармен кейде өзіміздің азаматтарымызда құжатсыз жүретін жағдайлар кездесіп жатады ғой, әріптестер. Жоғалтып алғам, не болмаса жаңағы бір дүкенге неге кепілдікке тастап кеткем, сол жерде қалды, ой, ол баяғыда көшіп кеткенбіз деген сияқты хикаяларды айтуы мүмкін. Негізі құжатқа келген кезде біз тек қана кеңес беріп, жол сілтеп, бағдар беріп, заңгерлік көмекті бере аламыз. Бірақ олар үшін ешқандай әрекет жасамаймыз. Яғни отбасы үшін бірге соңға барып, егер жаңағы тіптен енді хат танымайтын жаңа әріптестер айтып жатты ғой, тіл түсінбейді,
нетпейді деген сияқты сондай отбасымен баруға болады. Бірақ егер ақыл есі түзу, ақша санын білетін, өзі туралы ақпаратты білетін, өзі жаңағы әрекетті, шешімді қабылдай алатын отбасы болатын болса, біз оған кеңес береміз. Мынандай жерге барасыз, мынандай нені жазасыз, осындай нәрсені осы жерден кеңес аласыз, содан кейін сіздің құжатыңыз туралы осындай ақпарат сізге беру мүмкін деген сияқты бағдар береміз, және тек қана оның барған бармағанын бақылап отырамыз. Себебі әр құжаты жоқ отбасымен бірге біз отбасын қолдау орталығының мамандары бірге қолтықтасып жүретін болсақ, ең біріншіден біздің маманымыздың несі жетпейді, уақыты жетпейді. Одан бөлек жұмысы бастан асып жатыр ғой біздің мамандардың, әлеуметтік қызметкерлердің әр отбасына деген қатысты атқаратын рөлі, функционалы өте көп. Оны өздеріңіз айтпасақ та білесіздер, иә. Сол себептен құжатқа келген кезде көбінесе жауапкершілікті отбасының өзіне беруді тырысамыз, дағдыланамыз, үйренеміз. Иә, мына сіз ұсынған кейс бойынша мына жерде біз не істей аламыз отбасын қолдау орталығы ретінде? Балаларға азаматтықты алуды әкесінің жаңағы біздің еліміздің азаматты екенін дәлелдей отырып, негізделіп, жаңағы хаттарды жазып беріп, ресми жаңағы нелерді жазып беріп көмектесе аламыз, және заңгерлік көмек бере аламыз. Бірақ анасының жаңағы несіне қатысты, құжаттарына қатысты отбасын қолдау орталығы мына жерде бүкіл әрекетті жасады. Миграцияға шықты, консульствоға барды, оның бәрін дәлелдейтін жаңағы құжаттарыңыз бар деген сияқты. Енді ары қарай әрекет консульство және біздің клиентте. Консульстводан жауап келген кезде жаңағы қандай да бір өтемақы, айыппұл туралы бұл жерде біз тек қана мүмкіндігінше қарастырамыз, көмек көрсетеміз. Бірақ андай өзіміздің мойнымызға бүкіл ақшасын төлеп беру деген нені алмаймыз, жауапкершілікті. Ары қарай анасы өзі. Себебі енді әрине әлеуметтік тұрғыдан көмек көрсету өте жақсы, адамдардың өмірін әлдеқайда жеңілдетеді. Бірақ бұл көмек түрі жаңағы кейбір адамдарға жағады, кейбір адамдарға жақпауы мүмкін. Кейбіреуі жаңағы кәдімгідей иждивенчество дейді, әбден жаңағы мен үшін істей салады, мен үшін жасай салады деген бір неге келіп, өзі әрекеттенуге, өзінің жаңағы мәселесін өзі шешуге, өзі шешім қабылдау деген сияқты сәттерден бас тартып кетуі мүмкін. Яғни жауапкершіліктің бәрін басқа мамандарға, отбасын қолдау орталығына іліп тастауы мүмкін. Сол себептен сондай болмас үшін жаңағы кеңес береміз, көмек көрсетеміз, бірақ ол үшін ешқандай әрекет жасамаймыз. Әріптестер, басқа сіздердің ұсыныстарыңыз қандай осы кейс бойынша? Қандай идеялар бар? Жалпы құжатнама жағынан күрделі кейс болғанымен, сүйемелдеу жағынан ондай қиыншылықты тудырмайтын, қалай айтсам, бір орташа деңгейдегі кейс деп айтсақ бола ма, Жанат ханым? Иә. Тек қана құжат мәселесі болмаса, басқа жағы жақсы жұмыс істейді, балаларынан бас тартып тұрған жоқ. Анасы ынталанып тұр, иә, көмек көрсетсеңдер, ынталанып тұр. Кетем деп, иә? Иә, тек құжатын ғана сол басынан етсе, ары қарай өзі бәрін алып кететін ана. Енді құжат бойынша жаңағы ұсыныстарды түртіп алып, жасап көріңіздер. Иә. Тіптен болмаса, енді жаңағы мен бір заңгер бар, сол кісімен хабарласып көрейін осы кейс бойынша. Бірақ ол енді ол жеке өзімнің инициативам болсын, мынау жаңағы неге кіріспейтін. Рахмет. Жоғары жақта көп тәжірибесі бар кісі, сол кісімен сөйлесіп көрейік. Мен сөйлескенде тек қана кейс туралы айтып берем, және ол кісі жарайды маған жіберші, жаңағы жұмыс істейтін адамды консультация берейін десе, сіздерге телефон номерін берем, ары қарай өздеріңіз байланысасыздар. Көп рахмет, Осындай көмегіміз болсын. Әріптестер, сіздерде қандай ұсыныс бар? Қаражат жағынан Жанат ханым түсінікті ғой, иә? Жаңағы жауапкершілікті алмаймыз, иә. Отбасын қолдау орталығына көп ондай жаңағы қаражат жағынан жауапкершілікті алмаймыз. Себебі біз
қаржылық компания емеспіз, иә, қаржылай көмек беретін. Бірақ енді ең бастысы мына жерде мені қуантатыны ресурс ретінде мына семьяның, иә, қаншалықты ондай қиындықты кездестірсе де, анасы ешқандай тәуелділікке бой алдырмаған, ешқандай жаңағы екі баласының ерекшелігі бар бола тұрып, жаңағы бір бас тартпаған. иә, бас тартпаған, жаман бір әрекеттерге бармаған, шел бері қарастырған кейстер сияқты, иә. Қаншалықты әр отбасы, қаншалықты қиындыққа кездессе де, әр түрлі реакция беретінін жаңағы қарап отырып, кейде әлеуметтік қызметтің сан алуандығын, ерекшелігін байқап, көптеген сабақ алуға болады, иә. Иә. Әртүрлі отбасы болады, барлық отбасы бірдей емес. Бір проблеманың өзіне әртүрлі отбасы әртүрлі кері байланыс береді деген бір мен өзіме кері байланыс алдым осы кездесулер арқылы. Сіздерде Жанат ханым айта кетсеңіз, жаңағы айтқан ұсыныстарымыз енді кішкене болсын пайдасын тигізсе, жаңағы заңгеріңізбен көрейік. Және жаңағы басқа әріптестер, сіздерде мүмкін жаңағы миграциямен қарым-қатынасты ретке келтірген, бір жақсы коллаборация болған жағдай бар шығар, бөлісіп кетесіздер ме, ондай бар болса? Бағана Бейнеу ауданынан әріптестеріміз бізде де осындай кейс бар деп бөлісіп жатыр едіңіздер. Миграциямен жұмыс жағы қандай болып жатыр? Мүмкін ол бізде Алматы облысында ғана, не болмаса Алматы қаласында ғана миграциямен жұмыс істеу осындай қиындық тудыратын шығар. Жоқ әлде барлық жерде сондай мәселе бар ма? Жаңа өзен, кері байланыс беріп кетсеңіздер, миграциямен жұмыс істеген тәжірибелеріңіз бар ма? Назира ханым, Бейнеу ауданында бір мәселе бар еді. Отбасы бар да бізде. Бір азаматша Түркменстан несінен келеді, елінен келеді. Ол келген кезде сол елде документін өтеніп кетеді үйінде. Документі жоқ, жолдасы сол жерде қалады, өзі бір баласымен осы Бейнеу ауданына келеді. Екеуінде құжат жоқ. Сосын бала қазір 18-ге толды да, баланың да құжат жоқ. Әйелдің өзінде де құжат жоқ. Ақтауға неге бәрі миграционный нелерге жазса, ответ бермейді ешкім. Бала қазір несін де ала алмай отыр, құжатын да ала алмай отыр да, 18-ге толған. Демек, сіздің келіспен бөлісу арқылы сіздерде де, батыс өңірде де миграциямен жаңағы жауап беру, кері байланыс беру деген сәті қиындықты тудыртып жатыр деген. Иә. Дәл осындай отбасы тағы да бар да, жалпы осындай отбасылар көп деген ғой. Миграция бірақ ответ бермейді. Әріптестер, мына жерде мен миграция бойынша жаңағы қалай айтсам, сіздерде көптеген семинарлар, оқытулар болады ғой. Анау жаңағы қамқоршылық органды, полиция қызметкерлерін жинап, жаңағы бір оқытулар жүргізіп жатасыздар, жаңағы семинарлар болып жатады. Одан кейін болашақта сіздерде отбасын қолдау орталығы дамыған сайын қай жағы жақсы дамып жатыр және қай жағынан проблема көп деген сауалнамалар жүргізілуі мүмкін. Сол кезде осы проблеманы атап өту өте маңызды. Себебі жаңағы сырттан отырған басқа бір адам, мысалы мен сияқты кездескен тағы да басқа адамдардың айтқанына қарағанда, мамандардың, практикалық мамандардың бізде осы проблема деп атап өтуі кейде көп жаңағы өзгерістерге, қарастыруларға алып келеді. Сол себептен егер жаңағы сәттер болып жатады, кейде басшыларыңыз тарапынан, не болмаса жаңағы әкімдік тарапынан қандай проблема бар, отбасын қолдау орталығы, сіздер не дейсіздер деген кезде, жаңағы біз ең алдымен жалақы туралы ақпаратты айтсақ, екінші мәселе ретінде осындай жаңағы серіктестік, миграциямен жұмыс жасау кезіндегі қиындықтарды атап өтуді жаңағы
дағдыға айландыру керекпіз, иә, үнемі айту керекпіз. Жаңа қазақта да сөз бар ғой, иә, жыламаған деген балаға деген сияқты, яғни біздің осындай проблемамыз бар, бізге осы проблеманы шешуге көмектесіңіз деген үндеу үнемі тастап отыру керекпіз. Сол кезде ғана иә, мен шыны керек АПВ бастығына да прямой жолықты айтып жатырмын, хат жазыңыз деді, хатты да жазып беріп жатырмын, шешіледі деп. Аманат партиясына барғанда мен барлық жерге сүйретіп жүремін, даже каждый ауылдық округтың әкімдеріне кіріп, осындай адамыңыздың құжаты жоқ, атсалысыңыз, участковыйды жіберіп, енді жасатуға мүмкіндік, мен барлығын шыны керек жасап жатырмын. Именно менде осы проблема, басқа жағынан шешуге мүмкіндіктер бар да, именно мына бірақ Өзбекстан азаматын дәлелдейтін немесе құжатын жасайтын барлығы айтады, иә, жасаймыз, бірігіп барайық, үй тексерейік, спискісін да беріп жатырық. Даже прокуратураға шейін бердік, уже бермеген адамымыз қалмады, шыны керек. Ауылдық округтың әкімдеріне де кіріп, осы азаматыңызда құжат жоқ, осы үйде тұрып жатыр деп та арты жоқ. айтылды деңізші, иә. Иә, қандай проблема дегенде бізде миграция құжаттары жоқ, азаматтар жүр, сол миграциямен шешілмей жатыр деп те айтпаған адамымыз қалмады. Енді АПВ-ның бастығы естігеннен кейін, ішкі істер министрінің енді бастығы, аудандық полиция басқармасының несі біледі, жеке өзіне кездесуге кезінде де айтқанмын. Хат жазыңыз деді, хатын да жазып бердік, енді ответ жоқ. Енді шешіледі деп болды. Осы мәселені мына Іле ауданында сіз үлкен неге қойып, Жанат ханым, отбасын қолдау орталығы жаңағы жүрген жерінде айтып жүрсіздер, иә? Енді басқа өңірде де осындайды жаңағы әдетке айландырып нету керек. Енді әріптестер, шынайы неге келетін болсақ, жалпы бізде бұл жүйелік проблема. Себебі жаңағы енді әр жүйе өзінің несімен жұмыс істеп үйреніп қалған, одан кейін енді біздің елімізде де жасыратын түгі жоқ, иә, алдын алу шаралары дегенге біз назар аудармаймыз. Бізге міндетті түрде ең бірінші бірдеңке болу керек, иә, ол балалар не болмаса ол отбасына, сол кезде ғана жаңағы бүйту керек еді, былай істеу керек еді деген сияқты, сол кезде ғана қандай да бір жаңағы шаралар қолданып жатады. Енді бұл жерде біздің отбасын қолдау орталығы, әлеуметтік қызметкерлердің қолдан келетін қандай шара бар? Тек қана бәрін заңды жүзде, официально, ресми түрде осы ақпаратты беріп отыру, бәрін ақпараттандырып отыру, ақпаратты жіберіп отыру. Яғни алдын алу шараларын біз осылай жүзеге асыра аламыз. Жанат ханым, сіз жасап жатқан жұмыс сияқты, иә? Сіз ол туралы өз ғана біліп, ғана жаңағы өз араңызда әріптестеріңізбен талқылап қана отырған жоқсыз, оны ресми ашық айтып жатсыз. Демек, алдын алу шараларын отбасын қолдау орталығы осылай әрекеттеніп жасап жатыр. Және енді шешіледі деген кезде, өкінішке орай біздің басқа да тараптағы әріптестеріміз кейде шешімін білмеуі де мүмкін. Не істеуге болады бұл жерде деген. Себебі бізде енді жаңағы пожары тушить привыкли, былайша айтқан кезде. Бірдеңке болған кезде ғана кім кінәлі, кімді жаңағы жазалау керек, не істеу керек еді деген сияқты сол кезде ғана әрекеттер жүреді. Енді бұл осылай болашақта бір жаңағы бір-екі семьямен, бір-екі жаңағы заңдар өзгертумен шешіледі деген бір үмітім бар. Үмітімді үзгім келмейді. Біздің елде де бәрі реттеледі, бәрі неге келеді деген сияқты. Енді біз мамандар ретінде өз тарапымыздан алдын алу жұмыстарын, Жанат ханым өзіңіз жаңағы айтып жатқандай, ана бастыққа кірдім, мына тарапқа кірдім, мынаған ескерттім, хат жазып бердім деген сияқты әрекеттерімізді жалғастыра беру керекпіз. Себебі тек мысалы бізде үндемей ол ақпаратты өзіміз ғана ұстап, өзіміз ғана біліп отыратын болсақ, онда бізде осы жаңағы алдын алу шараларын жасап жатқан жоқпыз дегенді білдіреді. Енді осы кейс бойынша осындай әріптестер. Мүмкіндігінше жаңағы әкесіне негізделіп несін алып беру, балаларға хотя бы гражданство, және басқа ұйымдармен де менің баяғыда осыдан бір 3-4 жыл бұрын жұмыс істеген кезде бір ұйымдар бар еді. Солардың жұмыс істеп жатыр ма екен, сол мамандар біліп беріп, мен сізге жіберем контакттарын, иә? Қандай көмек көрсетесіздер деп. Мүмкін даже кеңес берсе де оның өзі бір көмек болады.
Ну, жалпы енді миграциямен бүкіл өңірде әріптестерімізде жағдай бірдей екен. Маған сол егер де кеңес беретін адам болса жақсы болып кетер еді. Родник қорымен шығып көрдіңіз? Шықтым. Бір емес, 2 рет шықтым. Бірақ отказ болды. Олар жұмыс істемейміз деді, иә? Сол қаржылай жағынан көмек жоқ. Өйткені ол азаматша уже тапсырып қойған ғой, Өзбекстаннан күтіп отыр да. Мүмкін келіп қалуы да мүмкін оның. Егер де 3 жыл болған уже тапсырғаннан. Келген жағдайда да жақсы болып кетер еді ары қарай, бірақ енді Қазақстан азаматтығын алу үшін де ақша керек қой. Иә. Қаржылай жағынан қазір көмегі жоқ деді. Жанат ханым, мына жерде қараңыз, сіздердің заңгеріңіз мына балалардың әкесі Қазақстан Республикасының азаматы екенін дәлелдей отырып, қандай да бір заңнамаға сүйене отырып, жаңағы неке туралы кодекс па, қайсысында жазылған нақты білмеймін, мен заңгер емеспін, иә, енді былай жалпылама білем. Соған сүйене отырып, осы балаларға азаматтықты беруді сұраймын деген жаңағы хатты, не болмаса өтінішті тиісті органға жіберіп, және родникке осы мәселе бойынша балаларға азаматтық алып беруге көмек беріңізші сияқты үндеу тастасаңыздар болады. Себебі балалардың жаңағы әкесі осы жердің азаматы болғаннан кейін шанс бар мына жерде балаларға азаматтық шансы бар, бірақ қараңыз, бұл жерде бұл ананың некесі болмаған, азаматтық некеде болған, тек әкесінің ғана аты тұр. Дәлелдеу үшін әкесінің о смерти даже справкасы да жоқ. Туысқандары да былай айтқанда танымайды. Жолдасының бұрынғы туысқандарымен араласпаған ғой. Енді заңгер мысалы жаңағы не болады ғой, қалай айтсам, балалардың главное свидетельство о рождениесінде әкесінің аты деген жазылып тұр. Енді біз айттық оны. Заңгердің жұмысы мына жерде осындай адам Қазақстанда бар болғанын және қайтыс болып кеткенін, және осы адам Қазақстан Республикасының азаматы болғанын дәлелдеп шығу. Қандай да бір нелерге сүйене отырып, жаңағы әйелмен бірге кеңес бере отырып, сол кезде балаларда бір ата-анасы, ол неважно, некеде болды ма, болмады ма, ол ата-ана болып салынады, иә, балаға. Соған негізделе отырып, балаларға азаматтықты алып беруге шанс бар. Балаларды Қазақстанда алып қалуға дегенім ғой. Себебі қазір анасына Өзбекстанның азаматтығын беретін болса, бұлар автоматически Өзбекстанның азаматтары болып саналады. Және егер қандай да бір мәселелер туындайтын болса, бұларды депортировать деген шешім қабылдайды. Иә, сол жаққа ауыстыру деген. Ал ол жақта мысалы кім білсін, тіпті мекемеге түсіп қалуы да мүмкін, ол жердің заңы басқа деген сияқты. Сол себептен осы мүмкіндікті тағы бір қарастырып, заңгерлеріңіз қолдан келіп жатса, жаңағы родникке де жаңағы кеңеске жүгініп, себебі олар сондай мәселемен айналысады. Келіп жатса, заң жүзімен жаңағы мүмкіндік болып жатса, цанға түскен балаларға гражданство алып беріп, не болмаса еліне қайтарып деген сияқты жұмыспен айналысатын. Сол кісілермен жаңағы осы мәселені тағы бір қарастырып көрсеңіздер болады. Кішкене өзгеріп. Жақсы, әріптестер, ұсыныстарыңыз, идеяларыңыз, тағы бір ойларыңыз бар болса ортаға салсаңыздар болады. Чатқа жазсаңыздар болады, микрофонды қосып айтсаңыздар болады. Негізінде бәрімізде кездесетін кейсті шығарып отыр, Іле ауданындағы әріптестеріміз өте жиі кездесетін. Жалпы енді біздің елімізде жиі кездесеті болғанмен, біздің жаңағы әлеуметтік қызмет көрсету жүйеміз бұндай отбасылармен жұмыс істеуге әлі бізде дайындығымыз жоқ. Негізі мына дамыған елдерде қарайтын болсақ, кәдімгідей мигранттармен жұмыс деген бөлек бір жаңағы дамыған бір бағыт ретінде жұмыс жүргізеді екен. Яғни бізде қазіргі таңда енді әлеуметтік қызметтің өзі жаңа жас профессия болғаннан кейін, осындай мәселелер болады, және оның бәрін тек қана біз өзіміздің заңдарымызды қарастыра отырып, тәжірибемізге сүйене отырып, білімімізді шыңдай отырып, өзіміз осы жолдан өту керекпіз. Біз үшін ешкім келіп бұны жасап реттеп бермейді бұл жүйені. Сол себептен бұндай қиындықтар болады, әріптестер, ол үшін мойымаймыз. Мүмкіндік жаңағы болып жатса,
басқа әріптестермен бірлесіп отырып, серіктестік жасап отырып, кері байланыс алып отырамыз. Кейс менеджмент деген чатқа сұрақтарыңызды жазып, жаңағы мынандай бізде осындай мәселе болып тұр, қалай істесек болады деген жаңағы бір мүмкін бір тал болсын бір ұсыныс келеді басқа әріптестерден, иә, ойы келеді, пікірі келеді деген сияқты сондай комьюнити ортаны бізге дамыту керекпіз. Мысалы, Жанат ханым осындай кейсті бағанағы кешелі бері әріптестер шығарып жатқан кейстерді шығармаса, көбімізде жаңағы бір ой қалыптасып қалуы мүмкін. Біздің өңірде ғана, бізде ғана осындай қиын кейстер бар, қалғанның бәрінде бәрі тамаша деген ой қалыптасуы мүмкін, және ол бізді эмоционалдық күйге алып келеді. Ал біз өз-өзімізге көмек көрсетіп, осындай супервизиялық көмек көрсетіп, қолдау көрсету керекпіз. Енді ұсыныстарыңыз, сұрақтарыңыз жоқ болса, әріптестер, біз вебинарымыздың қорытынды бөлігіне келсек, мына 3 күннің ішінде 1,5 сағаттай сіздер қосылып, уақыттарыңызды бөліп, ұсыныстарыңызды айтып, жаңағы әркім өзінің тәжірибесімен бөлісіп, белсенді болған әріптестерге үлкен рахметімізді айтамыз, ризашылығымызды білдіреміз. Негізінде осылай көп мәселелер шешіледі. Әртүрлі пікір айтумен, идея айтумен, ұсыныс айтумен, тіпті қолдаудың өзі үлкен көмек бір-бірімізді көтермелеп қоятын. Енді вебинардың қорытындысына келетін болсақ, осы 3 күннен бері қарап отырып, біз осындай 3 қорытындыға келсек болады. Жалпы біз әлеуметтік қызмет көрсететін ұйым ретінде, әлеуметтік қызметкерлер ретінде кәсіби өсу мен тәжірибе алмасудың тиімді құралы ретінде осындай онлайн супервизияны, жаңағы кейсті талдауды жалпы андай бір жүйелі түрдегі форматтағы көмекке айналдырсақ, кем дегенде бір жаңағы кварталында бір рет осындай 2-3 күндік кездесулер болып тұрса, жаңағы неше түрлі ой алмасып, пікір алмасып, кейстерді ортаға салып, анализ жасап, оны талдап көріп, одан бір ұсыныстар алып отырсақ, ол бізге бір жұмысымызды жеңілдететін тұсы болады деген бір осындай ойға келдік, қорытындыға. Бұл қорытындымен келіспейміз, бұндай кездесулер керек емес десеңіздер, онымен де жаңағы өз пікірлеріңізді айтсаңыздар болады. Бірақ мен енді жаңағы көргенімді сіздермен бөлісіп отырмын. Көп әріптестерге мына кейстерді талдау тіпті мен үшін де пайдалы болды, себебі көп тұстар жаңағы күнде өзгеріп тұрады ғой бізде қоғамда нәрселер. Соның бәріне жаңағы біз адаптивный, гибкий болу үшін жаңағы жасалатын бір инструмент ретінде қолдансақ болады екен біздің жұмысымызда. Кейс супервизия, осындай кездесулер көптеген күрделі эмоционалдық тұрғыда қиындықты тудыратын жағдаяттарда, кейстерде қолдау алу мен бағыт беруге арналған жақсы бір жаңағы әдіс ретінде қарастыруға болады. Яғни мен жалғыз емеспін, басқа әріптестерім де бар. Мүмкін қазір дәл мен сияқты бір адам, маман осындай кейспен жаңағы шешімін тауып, не болмаса мәселесін шешіп жатқан жағдай бар шығар. Сол кісілерге жаңағы көмегіне жүгініп, қолдау алсам, мен үшін жұмысымды жеңілдетудің бір мүмкіндігі ретінде қарастыруға болады екен кейс супервизиямызды, иә? Және осындай сәттердің бәрі ең алдымен эмоционалдық тұрғыдан күйіп кетудің алдын алуға көмектесетін жақсы бір әдіс ретінде қорытынды деп есептейміз. Себебі біз көбінесе жұмыста жаңағы кейспен қиындық туындаған кезде, конфликт туындаған кезде, кейс біз қалағандай шешілмеген кезде эмоционалдық күйге тап боламыз. Біздің жұмысымыздан бір ешқандай пайда шықпайтын сияқты, бір орында тұрған сияқты, не болмаса біздің жасап жатқан әрекеттеріміз бір пайдасы жоқ сияқты бір сезім болуы мүмкін ішімізде. Сондай жаңағы мәселелерді шешу үшін енді мына 3 күндік вебинарларда 4 кейс кездесуде 1-2 әріптесіміз ғана ішкі сезіммен бөлісті. Мына кейсті барысында жаңағы біз қорқыныш сезіндік, жаңағы уайымдадық деген сияқты. Енді болашақта бұл дамитын болатын болса, осы кейспен байланысты біздің көптеген сезімдеріміз, эмоциямызды ашатын болсақ, бұл эмоционалды күйудің алдын алуға көмектесетін жақсы бір әдіс ретінде қарастыруға болады.
Себебі енді көп затты, көп нәрсені жұмыста біз жасаған кезде бәрібір біздің сезіміміз, эмоциямыз қосылады оған. Біз адамбыз, себебі біз ешқандай да бір компьютер, техника емеспіз. Осы қорытындыларға қатысты әріптестер алып қосарларыңыз бар ма? Келісесіздер ма? Жоқ, мына жер келіспеймін. Мына тұсын былай. Жанат ханым. айтып жіберейін. Негізінде осындай бас қосулар болып тұрған дұрыс. Меніңше енді ай сайын болсын бір кездесіп, шешілмей жатқан мәселелерімізді ойға ортаға бөлсек, ой пікір айтылып, шешімін табамыз деген үміттемін. Мен өзім осындай нені ұйымдастырып қатысуға қарсы емеспін, келісемін, болса екен жиі деймін. Рахмет, Жанат ханым. Басқа әріптестер мына қорытындыларға қатысты кері байланыс, ойларыңыз, ұсыныстарыңыз бар ма? Назира ханым, мен де айтқым келеді, мына осы мәселе бойынша миграцияны қатыстырып, бір оқу, семинар, бір жүзбе-жүз кездесіп, бір офлайн сұрақтарымызды көзбе-көз сұрап алғымыз келеді. Сондай оқулар болса, семинарлар болса. Серіктестікті дамытудың жолдарын қарастыратын. Иә. Жақсы, мен осы вебинарларға қатысты бір есеп жазамын, соған қосып кетейін сіздердің ұсыныстарыңызды. Миграциямен де жаңағы жұмысымызды қоссақ деген, иә. Жақсы, тағы кері байланыс, ұсыныстарыңыз бар ма, әріптестер? Белсенді болып отырған әріптестеріне көп рахметімді айтқым келеді. Енді кешелі бері айтып жатқан, кейде жұмыс барысында жаңа маман келеді. Кейбір сұрақтарда біз құзыретіміз төмен болуы мүмкін, біз деген енді бәрін білу біздің міндетті емеспіз ғой. Тем более бұл жаңадан ашылған ұйым, жаңадан ашылған сала, отбасымен жұмыс істеудің қыр-сырларын енді біз өзіміз меңгеріп үйреніп жатырмыз. Оның бәрі норма, қалыпты жағдай. Осындай сәттерде ақпаратты қайдан аламын? Жалпы отбасын қолдау орталығы не? Қандай кейс менеджментте қандай инструменттер қолданылады? Қазіргі заманауи отбасылардың типологиясы қандай? Әр отбасымен қалай жұмыс істеуге болады деген сұрақтарға кейде жауап табалмауымыз мүмкін, ізденуіміз мүмкін. Сондай сәттерде сіздерде қиындық болмас үшін, не болмаса жаңағы жас мамандар келген кезде тезірек біздің жасап жатқан жұмыстың қыр-сырын түсіну үшін мына онлайн платформаны ұсынғым келіп отыр. Семейная академия қоғамдық қоры YouTube арнасында жаңағы өзінің каналын ашқан. Ол жерде орысша, қазақша 2 курс бар, 12 сабақтан тұратын. Жалпы отбасын қолдау орталығы не деген сұрақтан бастап, соңында эмоционалды күйге дейін 12 сабақты жаңағы қысқа роликтер форматында түсіріліп берген жаңағы осындай онлайн ресурсымыз бар. Осы QR код арқылы, мында сілтеме бар, сол арқылы мамандарыңызға беріп, жалпы жаңағы отбасымен жұмыс істеудегі көптеген маңызды мәселелерді қарастырған сабақтармен бір уақытты болған кезде күніне 10 минутты жаңағы білім алуға аударса да болады, әріптестер. Жаңағы жалпы бұл жерде терең бағалауды қалай жүргізуге болады, қандай инструменттер қолдануға болады, жоспарлау кезінде, отбасына жоспар құрған кезде неге назар аудару керек деген сияқты қысқа жаңағы қысқа әрі нақты бейне роликтер бар. Осыған жаңағы әріптестеріңізге өздеріңіз де кіріп, жаңағы қызықты сабақтарды қарап, ақпарат алып отырсаңыздар болады. Жас мамандарға, жаңадан жаңағы университеттен келген мамандарға таптырмас бір жаңағы мүмкіндік деген ойдамын. Себебі біздің күнделікті жұмыста, мысалы Жанат ханым, басқа да әріптестер айталады, жас маманды қасымызға отырғызып қойып, біздің жұмыс мынандай деп айтатын мүмкіндік болмайды. Жаңағы отбасын қолдау орталығы деген ол мынандай мекеме, ол мынандаймен айналысады деп жаңағы кәдімгідей бір кіріспе жұмыстарын адамды жаңағы ортаға тартып ресми түрде ақпарат беруге мүмкіндігіміз
болмайды. Көп сәтте ондай әрекетті жасап, енді түсіндірме жұмыстарын жасайын десең, міндетті түрде бір отбасы хабарласады, не болмаса аяқ асты жаңағы бір отбасы кеңеске келіп қалады. Енді жұмысымыз көп қой. Сол себептен осы функцияны, түсіндірме жұмыстарын, адамдар, біздің мамандарымыз қайда жұмыс істейтінін, қандай кейстерге тап болатынын білу үшін осы порталды, онлайн ресурсты қолданса болады. Бұл презентацияны мен чатқа жіберемін, сол жерден сілтемені QR-кодты алсаңыздар болады. Қазір де суретке түсіріп алып мамандарыңызға жіберсеңіздер, өтіп отырса, қаралып жаңағы сабақтармен танысып шықса, әр сабақтан кішкентай бір түйін алса, оның өзі жұмысына үлкен көмек болады деген ойдамын. Және тағы бір жаңағы сіздермен бөлісетін әдістемелік құрал, біз осыдан біраз уақыт бұрын көптеген кейстерді жинаған болатынбыз, чатқа жазып отырдық, көрдіңіздер, иә, әріптестер, тәжірибедегі кейстермен бөлісіңіздерші деген сияқты. Осы жиналған кейстерді мамандармен, жаңағы әртүрлі сарапшы мамандармен жұмыс істей отырып, осындай әдістемелік құрал шықты. Қазақ тілде, орыс тілде. Мына жерде QR коды, мен қазір біздің чатқа да жіберетін боламын. Бұл жерде осындай сіздер жіберген кейс бар, басқа да мамандар жіберген кейстер бар. Мына онлайн форматта біз талқылап, талдап көрсек, тура сол жаңағы жасаған әрекетіміздің бәрі осы әдістемелік құралда кәдімгідей жазылып шыққан. Отбасы туралы жаңағы ақпарат берілген, оның ресурсы қандай, онымен қандай жұмыс істеген кезде заңнамалық актілерге сүйену керек, бұл отбасымен не істеуге болады, қандай әдістерді қолдануға болады деген сияқты тұстары бар. Және ең бір маңызды бөлік ретінде бұл отбасына жоспар құрған кезде қандай жаңағы тұстарға назар аудару керек, жоспарды құрған кезде қалай жазуға болады деген сияқты. Және сонымен қатар кешегі біз айтқан 3 түрлі шешім, иә, осындай кейстер қалай аяқталуы мүмкін деген сияқты 3 түрлі варианттағы шешім ұсынылған. Сол себептен мамандарыңызға, жас мамандарыңызға осы әдістемелік құралмен бөлісіп, танысып, жұмыс барысында қолдансаңыздар болады. Бұл нақты тәжірибедегі сіздердің жұмыс істеп жатқан, мамандардың жұмыс істеп жатқан кейстерге негізделіп жасалған әдістемелік құрал. Осы екі инструментпен мен сіздермен бөліскім келеді. Енді болашақта жалпы отбасын қолдау орталығының жұмысы дамыған сайын супервизия, сіздерге жаңағы кәсіби көмек, қолдау көрсетудің түрлері де, жолдары да, бағыттары да дамиды деген ойдамын. Сіздерге мына 3 күннен бері қосылып, вебинарларда белсенді болғандарыңыз үшін көп алғысымды айтқым келеді. Мен чатта бармын, кейс менеджмент деген. Міндетті түрде сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз, ойларыңыз болып жатса, бөлісіп отырыңыздар. Осы сабақтардың, осы вебинарлардың мына жазбасын, иә, көріп отырсыздар, күнде жазып отырмыз. Бағанағы аталған онлайн ресурста да жүктеп қоятын боламыз. Кейде мамандарыңызбен жаңағы осындай вебинарлар болған, осы жерде осындай сәттер айтылған деген сияқты көмек ретінде, әдістемелік құрал ретінде ұсынсаңыз да болады. Әріптестер, осымен біздің уақытымыз тамам болып қалды. Мына 3 күндік жұмыстарыңыз үшін көп рахмет. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Егер жаңағы демалысты жоспарлап отырсаңыздар, демалыстарыңыз жақсы өтіп, аман есен жұмысыңызға оралуды сіздерге шын жүректен тілеймін. Мына 3 күн бойы бізбен бірге болғандарыңыз үшін көп рахмет. Кейстерді таныстырып, ортаға шығарып, талқыға салған әріптестеріме алғысым ерекше. Сіздер өте жаңағы басқа мамандарға үлгі болатындай әрекет жасадыңыздар. Көп рахмет сіздерге.